200 грамм фарштан осындай 30 штук самса жасауға болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай қалай әдемі қылып қамырды жасауға, оның майын қалай пайдалану керек екенін барлығын айтамын. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Суымызға сұйық майымызды, тұзымызды қосып, бір жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, қаймақ қосып жібердім. Қаймақ қоспасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымыздың үстіне құйып, қаттылау қамыр илейміз. Қамырларыңыз тым қатты жұмсақ болмау керек, тым қатты болмау керек. Орташа тығыздықта қамыр илеп аласыздар. Және оны тындыруға бетін жауып, жарты сағатқа қоя тұрыңыздар. Енді осы кезде біз сары майымызды дайындайық. Маргарин пайдаландым. Маргаринді ыдысқа салып ертіп аламыз. Тез су үшін басқа ыдысқа құйып алдым. Енді осыны 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алдым. Енді осыдан су бөлініп шығады. Осы суын алып тастау керек. Қамырымыз қатпарлы болу үшін осыны жасау міндетті түрде. Енді салмасына кірсек. Салмасына 200 ғана грамм фарш қостым. Осының үстіне 500 грамм пиязымызды, үлкен бір ас қасық тұзымызды, қара бұршымызды және 500 грамм картошкамызды турап, барлығын араластырып аламыз. Енді қамырымызды жаяйық. Қамырымызды 2 зуаламызды да жұп-жұқа етіп, видеодағыдай шетінен айналдыра отыра үлкен қамыр жайып аласыздар. Ортасына бағанағы майымызды кішкене ертіп жіберіңіздер де, 2-ге бөліп, соны қамырымыздың ортасына жағамыз және кішкене кептіреміз. Осы маргариніміз қату керек, кебу керек. Видеода көрініп тұрғандай жақсылап орайсыздар, рулет тәрізді етіп. Осымен самсамыздың қамыры дайын. Қыздар, менің каналыма видео түсіру өте оңай тірлік емес. Көп балалы ана ретінде мен видеоларымды қолдап, лайк басып, жазылып қойсаңыздар қуанар едім. Осы қамырымызды видеода көрініп тұрғандай екінші қамырымды да жайып алып, тура осылай үстіне қойып тұрып орап алдым. Қамырымыз осымен дайын. Енді осыны пищевой пакетті видеодағыдай ұзын қылып төсеп, оны орап сатылымға шығарсаңыздар да болады. Мен осылай 2 жыл көлемінде қатырып қойып сатқанмын. Енді осыны тоңазытқышта мен жарты сағат көлемінде ұстадым. Жарты сағаттан көп ұстасаңыздар да болады, немесе 1 күн бұрын холодильникке қойып қойсаңыздар да болады. Енді осыдан өздеріңіздің мөлшеріңізде кесіп аласыздар. Әр қайсысын қандай формада жасайтынын да өздеріңіз білесіздер, бірақ 1-2 жолын видеода бөлістім. Тура солай жасасаңыздар да болады. Қарасаңыздар өте қатпарлы болып шығады. Қамыр өте нәзік болып тұрады. Қолға ұстағанға жағымды сондай. Енді осының шетін ғана баса отырып, формаға келтіреміз домалақ қылып, видеодағыдай 3 бұрышты қылып жасасаңыздар болады. Томпақ болып тұру үшін видеода көрініп тұрғандай шет-шетін қысып жібересіздер.
Енді осы дайын самсамыздың бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, бетіне күнжіт сепсеңіздер де болады. 220 градус пеште беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Сіздермен болған Сандуғаш. Мен видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Осымен біздің самсаларымыз дайын.